Ассалаумалейкум достар. Бұл видеороликте Яндекс рекламадан қанша теңге табуға болатынын көрсетемін. Өз аккаунтыма кірейін, войти. Алдарыңызда Яндекс рекламаның виджеті. Мына жерде мой доход дегенге көрсеңіздер болады. Бүгін тапқан қаржым 19 теңге, 19.164 сағат 5 болды. Түнгі 12-ге дейін бұл сума өсетін айдан анық. Кешегі тапқан табысым 50 теңге, март айының тапқан табысым жалпы 1500 теңгені құрайды. Қарап отқанда қазір балансымда 30 000 теңге тұр. Бұл порогқа жеткен кезде ақшаны шешіп алуға болады. Алдында шешіп алған қаржыларымын көріп отырсыздар. Порогты қайдан көрсек болады? Порогта мына Яндекс Саппорт бөлімде, Payment деген бөлімде көріп отырғандай, әр елдің порогы әртүрлі. Біз не резидент болғандықтан Қазақстан 50 000 теңге болса, оны автоматты түрде өз Каспиіңізге немесе кез келген банкіске карточкаңызға аударып алуыңызға болады. Мына жерде вознаграждениені көріп отқандай, әр күні тапқан қаржыны көруіңізге болады. Яғни центпен берілген. Мына жерде показдар көрсетілген. Жалпы просмотр, показ қалай есептелінеді Яндексте. Яндекстің ресми сайтында вознаграждение за видео показ деген бар. Яғни егер мобильді қосымша немесе сайтта осы кемінде 2 секунд тұратын болса, адамы көрінетін болса, ол показға саналады. Яғни сәйкесінше сіз ақшаңызды табуыңызға болады. Сайт және блог бөліміне өтсек, менде қосылған сайттар тізімі тұр. Неғұрлым сайт көп қоссаңыз, сәйкесінше табысыңыз да жоғары болады. Жалпы Яндексте табысым көп емес, неғұрлым сайтыңыздың просмотры, оқырмандары көп болған сайын, сіздің де табысыңыз артады. Әр 3-4 ай сайын 50-60 теңге шығару қосымша табыс ретінде қарауға болатын шығар.